Бәріңізге достар, сіздермен бірге мен Мадияр Пернебай. Достар, бүгін бізде өте бір ерекше видео болмақ. Мен бұндай видеоны бұрыннан түсіргім келетін, яғни айтқанда $1 заттар. Қазір толыққанды видеосын айтатын боламын, алдымен видеомызды бастап алайық. Жалпы айтқанда құрметті көрермендер, мен жалпы осы YouTube саласына келген кезде 2015-16 жылдар кезде, ол кезде қазіргі Pinduoduo, Temu деген темалар жоқ еді, ол кезде AliExpress еді. AliExpress-тен $1 алу деген, жоғарыда блогерлер түсіретін еді, соған қарап мен қызығатын, мен де алсам екен, қашан осы күнге жетеді екенбіз деп. Мінекей бүгін настал тот момент, $1 заттарды алдырдық. Түсінікті ғой, Қытайдан алдырасың ғой, Қытайда бәрі арзан. Неге ол $1 болып отыр екен, соның барлығын тамашалайтын боламыз. Негізінен Pinduoduoдан алам ба деп отырған кезде сол моментте Pinduoduo жабылып қалды. Значит, бір жерім жеңіл ма деп қалған. Короче, так, олай достар, әңгімені созбайық. Қазіртында білесіздер, иә, бүкіл СНГ-ның мемлекеттерін жыртып кіріп жатқан Temu қосымшасы арқылы мен Қытайдан $1 заттарды алдырдым. Оның ішінде не бар, не жоқ, неге $1, қазір бірге тамашалайтын боламыз. Олай болса, сіздер экраннан алыстамаңыздар, ал біз видеомызды бастайық. Сіздерге де хабарландырып жібердім ма? Онда көп күттірмей, тез өздеріңізді дайындап қойған $100 бонусты алыңыздар. Толыққанды сілтемесін бекітілген комментария қалдырып кетемін. Және де әрдайым сіздерге өз жеңістеріңізді беруге дайын. Ол болса баршаға сәттілік тілейміз. Вот она легенда, вот она. Достар, бұл ешқандай да жарнама емес, сөздің шыны керек. Қазіртінде білесіздер ғой, Temu деген бүкіл платформаны жыртып кіріп жатыр. Ол жерде сыйлық таратумен жыртып кіріп жатыр ғой. Бұл жерде бізде не бар? Давайте сразу бастайық. Бірден қолыма түскен зат бізде подушка. Короче, машинаның білесіздер ғой, сиденьесін мойын жағына қояды. Мынандай подушка бар. Мынандай подушка алдырдық. Сапасы жақсы. Что қалай бай? Андайда кейде болады ғой, бір подушкалар аласың ғой, бүйтіп жатқан кезде, таттауаны көп ұзақ жатқаннан кейін терлеп кетеді. Ана жерден ше су. Мына дышащий материал екен, ана демалатын ше, терлетпейтін губка, короче. Жақсы. $1 стоит ба? Жақсы болды, мойным ауырмайтын болды ұзақ жатқан кезде. Так, келесі достар бізде опана. Так, Made in China. Так, короче, достар, бізде бұл жолы шлянка заказ бердік. Ауылдағы ағам, Қытайдан заказ беріп жатса, маған осы бір зат керек болып отыр еді. Негізі жазда айтқан ғой, негізі. Естір қалдым, су баруға бір шлянка керек болып отыр еді. Алып берші деп отыр еді. Достар, короче, мына насадкасы бар екен. Пыст еткізіп ше, бүйтіп бұрап қоясың. Типа, короче, мынаған шлангын жалғайсың да. Короче, андай ғой шо. Ұзлағанды ше. Ұзған бұл созылатын шлангілер болады ғой. Мынаған қарадаш, мысалы. Созылатын шлангы ғой. Мынаны типа мынаған қатырады. И қанаяқтан кранты ашып қоясың. Напорына жерге бүйтіп тіреліп тұрады. Мынаны басқан кезде атады ғой. Кізіп ше. Даже мынамен достар массаж жасауға болады, қателеспесем. Бас андай қойсаңдар, напормен лақтыратын ше. Короче, жақсы дүние. $1 лайық. Мына жанда еще кранты бар екен. Мына басында. Тема. Very good. Nice. Таталана TikToktан шығып жатыр ғой. Temu деген распродажа. Ойбай, тегін таратып жатыр деп ше. Келесі достар, бізде мынандай наушник. Мынаңыздар келем деген жарақат алған сияқты ғой. Енді бұл істей ма, істемей ма? Қазір бірге көретін боламыз. Portable True Wireless Earbuds дейді. Мен бұл жол бір риза болғаным. Temu деген реально жаңа AliExpress сияқты ғой, экспортқа арналған деген көрініп тұр. Өйткені ана жерде барлық жазудың ағылшынша, қытайша жазу жоқтың қасы. Енді анау кішкентай книжкалардан оқысаң ғана бар шығар, аттак основной сыртына жазудың бәрі английскийда. Бұл дегеніміз, значит, тауар ішкі халыққа емес, сыртқы халыққа арналған наушник сау ма екен? Қандай наушник заказ бергенін ұмытып қалғанмын. Мен уж сыртынан қарап, примерно сенсорный ма бірден келді. Мына ішінде книжкасы. Прикинь, даже книжкаларда английский, нағазыныш. Бірақ бар ішінде кішкене қытайша жазулар. Енді английскийде бар да, халық алған адам түсінбей қалмасын деп, экспортқа арнап. Так, олай болса, мына беті айна екен. И наушник. Андай AirPods-тар сияқты ғой, ашасын, наушникпен футбол аласың, тағып аласың. Мына жерде құлақ қаптарын отдельно берген. Оны бүйтіп саласың да. Біраз зарядкалап алатын жағыз. Так, міне. 76% дейді. Левый, правый не болмай еді? Міне. Правыйда зарядка болады. Левый қанша зарядкасы бар, правыйдан қанша зарядкасы бар, барлығын сыртынан көре алады екенсіздер. Наушник. Мына көреміз ба? Так, бұны аламыз, құлаққа сала береміз. Мынау бірақ құлаққа үлкен тұра ма? Samsung'тардың
почкаға ұқсайтын наушниктер бар еді осындай. Батыс бет олар қандай еді? Жаңасы. Міне. Естіп отырмыздарге. Ана базардағы 2 теңге наушник сатып алып өкініп қаласың ғой. Ай, не беледі дауыс деп ше. Мына 500 теңге, $1. Стоит қой, ё-моё. Короче, надо. Тема. Like. Very good. Nice. Так, келесі қолға ілінген зат. Мынау Қытай екен енді. Қасындашы полный қытайша. Өздерінің қаріптермен, бірақ Burtony Perfume дейді. Аңғарыңыздар. Короче, мынау андай ғой. Есіме түсіп отыр, не заказ бергендерім. Мынаны уже келіп жатқандарына бір 2 апта ма, 3 апта ма болды. Ұмытып қалған ғой. Мынау андай қателеспесем, машинаның ішіне шығып баратын вонючка деп айтамыз ба, болмаса иіс деп айтамыз ба. Мына ше, фетке түсіп баратын жаңағындай. Бізде Қазақстанда үлкен-үлкендер сатылады ғой, автомагазиндерде. Так. Бір нейтральный бір иіс ағазағам, короче, андай бір мұхиттың иісі. Черное море деген бар бәрі. Іші андай екен ғой, ағызыныш. Іші, короче, типа желе қондай ше. Мен бұны андай деп ойладым ғой, бітіне кнопкасына бассам, шаш тұрады ма деп ойласам. Әшейін қойып қойсын, бетіне кіршіксін ашасына, ана бет қойып қойсын машинаға. Ена желеден иіс шығып тұрады ғой. Қаншана жыл болып беті бұлпылдаған сайын соншалықты иіс шығатын да. Жақсы. Нормальный иіс. Нейтральный иіс қондай. Бәріне қатты ұнай бермейтін, бірақ қатты жүректі айнта бермейтін. Так, одан кейін достар келесі бізде HD DVR дейді. По-моему, қателеспесем, мынау бір камера. Камера. Көрейікші, не видеорегистратор қойдым, по-моему, видеорегистратор алырған емші. Міне. Мына жерден бүйтіп ашамыз. Айттым ғой, міне. Видеорегистратор. Мына сыртты түсіреді, мынау ішкі салонды түсіре береді, экраны бар. Ішінде комплектте өзінің мына жерде 32 гигабайттық флешкасы болу керек, міне. 32 гигабайттық флешкасы бар, как положено. Андай ғой, 3 күнге ма, 4 күнге ма памятini ұстап тұрады, 3-4 күннен кейін өзі өшіріп отыра береді. 3-4 күндік памятini сохранить етіп тұрады ғой. Случайно бір өмірінде бір оқиға болған кезде, сразу сол кезде 1-2 күн болмай тұрып, моментті алып, пайдасы тиіп қала жатқан ғой, мынау лауғойға жабыстыратыны, чпоқ өткізіп жабыстыратын. Одан кейін мына жерде бізде прикурдерге тығып зарядтайтыны бар екен, кабельдер ғой, короче. Ашпай қойық, түсінікті шығар, иә. Мына бір қазір қоссам істемей тұр, бассам. Машинаға тығып зарядты алған екен бар көрмесек. Пока нормально. $1 зат сынбаған. Әзірге сым келген зат жоқ. Енді жаңа наушнигіміздің сыртқы коробкасы сәл мырзып келген болмаса, аттак товардың өзі істеп тұр. Музыкасы ойнап тұр, құлақтан да болады. Так, келесі достар, бізде бұл жолы не бар екен? Қандай бір Аяз атаның сумкасынан тығып қолына ілінген зат әперетені балаларға. Мынау мен аңсаған зат қой достар. Кез келген ладай дейтін адамдардың, ладай емес, жарайды, ескі неміс дейтіндер де жақсы көреді андай нәрсені. Короче, мынау машинаның компьютерінің диагностикасы. Андай машинаға чек жанып қалса, бірдеңе болып қалса, электрикқа жүгіріп бара бермеу үшін, мынаны машинаға тығасың да, мына жерден өзің көріп отырасың, не көрсетіп тұр, қандай ошибка, не үшін көреді. Сөйтесің өзің істеп ала берсең болады. Свеча ауыстырасың, катушка деген сияқты чектің не үшін жауып тұрғанын біліп алуға ғой. Ашқан кезде бізде User Manual деген кітапшасы бар. Айтатым ғой, мына ішінің бәрі латинский екен. Молодец. Жарады, қытайлар, молодец. Қытай шәріптермен толтырып тұрмаған да. Біз енді мынаның ішін түсінермейміз ғой, сол себептен жақсылап тұрып, аспай кітаптың ішін ақтарып, анау қандай белгі беріп отыр, мынау не, қалай қолданамыз, инструкциясын полный оқып болғаннан кейін барып көретін боламыз. Ал мынау бізде компьютердің өзі. Қазір білесіздер ғой, нарықта неше түрлі компьютер бар ғой. Планшетпен көретін бар, компьютер, ноутбуктың өзімен көретін бар. Андай пультпен көретінді мен өзім бірінші рет көруім. Көресінде кабельда. Мына жағы міне. Мына жағын көрсетер ғой, компьютерге тығасында мына жақтан қарай бересің. Мына көресіне тықпасаң қосылмайды ғой, көресі өзімдегенше, түсініңіздер ма? Қай кнопканы баспа. Енді машинаға салып тексеріп көретін боламыз. Аттак $1. Чотам. Ал өсе келесі затымыз достар, бізде қолға бүйтіп тығасын, ілінгенді аласын. Мына жолы бізде бір үлкен зат ілінген сияқты. Опа! Ключ, набор. Кез келген еркектің машинасында болу керек набор. 53 предметпен алдырдым. Менде өзімде анау бір 40-тық ба, кішкентай ше, осының кішкентай варианты. Мынау соның, короче, үлкен версиясы ғой. Көрейік не бар екен, қараңыздар. 53 предметпен, мынандай жартылай черный, жартылай қызыл қора бар екен. Мынандай жерінен мынандай ашатыны бар. Көтересіңді, бүйтесіңді. И былай ашасың, короче.
мына любой лада дейтін жігіттердің арманында ұнап жатам жігіттер. Жатам. Машинаң бұзылып қалса қиналмайсың, өзің шықлай бересің. Короче, полный мына жерде 4-тен 14-ке дейін головкілер, трещоткасы, отверткасы, усилительдері, удлинительдері. Мына жақта да достар головканың короче ұзын версиясы. Ана кейде болады оның гайка бұрайын десең ана запаскасы бұралған жері ұзын болып тұрған кезде мына жетпей қалады, тіреліп қалады, бұрай алмай. Мына ұзындары мына жерде отвертка, шестерка, ешка, короче, плюс-минус отвертка барлығы бар екен. Тема. Мына $1 тұрған ма не, прикинь, тақсыр өзің шоппен бұл. Мынандайда $1 алғанда арманда, алмағанда арманда ғой. Мынандайда Қазақстаннан бізде бір примерно сіздерге айтайын 5.000 или 15.000-нің арасында аласыңдар. Енді білмеймін ғой, енді қазір неше түрлі адамдар Қытаймен прямой жұмыс істеп арзанға кіріп жатқан адамдар да бар ғой. Келесі бізде мынаудан мажылыпты қараңыздаршы. Пылесос. Мен мынаны анау неден шыға беремін, TikTokқа рекламаға бір қатты тартатын пылесос бар ғой, дата болғанда суды деп көтеретін ше. Сондай пылесосты көріп, соны алдырдым. Көрейікші. Бірақ $1 деп ойламаппын мен, еркекше ғой. Достар, енді бұны қалай $1-ға аласың дейтін сұрақ туындайтын шығар. Қазір видео соңында айтатын боламын. Алдымен полный тауарларын ашып бітіп алайық. Бізде ішінде мынандай насадкілер бар екен. Автопылесос қой, көресіз достар, үйдің пылесосы ойлап қалмаңыздар. Автопылесос. Мынандай короче, щеткасы мен насадкасы бар, мынандай удлинитель бар екен. Одан кейін мынандай зарядтайтын бар екен, Type-C-ге, машина зарядкілер бар алайсың. Одан кейін мынандай үшінші мынандай тағы да бір басы бар. И сосын пылесостың өзі. Міне. Чотан ба? Мен сразу ашып істеп көру керек қой. Мына жерде кнопкасы басып көтерілмесіне бетінен пластикпен жауып, скотчтап қойған ғой, короче. Ал, олай болса, бисмилля. Нормально, істеп тұр, рабочий. Машинадан қолданғанға болады. Бірақ ше достар, андай тартса анау түнде вау емес. Бәсені қалай ғана $1 болып қалды деп қоям. Мен мәйдешеде мусорларды бүйтіп тартқанға нормально болады. Зор ма? Нағыз машина керек нәрсе ғой, Келесі достар, бізде не бар бұл жолы? Қолға ілінбей атқан. Бұл не зат, Бұл не зат болды екен. Анау ғой, короче. Бұны да мен рекламадан көрдім. Инстаграмнан, TikToктан шығады ғой, лавабойда бар ғой, бүйтіп сүртесің да. Короче. И арттан сумен жүрсең, ана лавабойың андай майланбай ма? Су тұрмайды, по-моему, қателеспесем. Мынау ішіндегі шампунь сияқты бір сұйықтығы бар да, беті губка. Бүйтіп шампуньнан бүйтіп қысып таммен сүртсең, сонымен, короче, машинаның үстіне су тұрмай ма? Сондай бірдеңесі бар, короче. Бүйтіп тұр. Мына жерде. Естасың ма? Сұйықтығы бар. Кәдімгі бір парашюттардың иісі сияқты ма, бір химиялық бір иісі шығады әйтеуір. Бұл зат түсінікті. Ертең алдағы уақытта қолданып жатқан кезде айтатын боламын. Пока что главный $1 заттарын сіздерге көрсетемін ғой, енді қалай былай. Нормально ма? Осындай кезде көре алмай кетесің. Мен де ішім ашып отырып баяғыда ана $1 зат алып жатсашы. Келесі достар бізде шалет наңғызындаршы. Жігіттер, мынаны $1 десең сенесіңдер ме? Сенбейсіңдер. Не аласыңдар сеніп? Наңғызындарсыңдар. Как раз тренировкадан келген кезде кейде анау буындарың ауырып келеді ғой, ше, андай бір көп приседание істеп қойсаң, көп отжимание істеп, көп темір көтеріп қоясың ғой. Ертесіне қолын көтере алмай, ана пресс істеп қойғаннан кейін ертесіне күле алмай, андай бір буындарың ауырып жүреді ғой. Сондай кезде осындай бір нәрсе жетпей тұрады да. Жарықтық. Массажында қосасында ешкімге ұқылап берші деп жалынбайсың ғой, короче. Қараңдар. Мынаның ішінде книжкасы 4 насадкасы болады екен. Міне. Мынандай насадка бар екен. Мына бүйтіп орайнып тұр ғой, бүйтіп кесіп. Одан кейін мынандай насадка бар екен. Мынау ұшандай ғой, бүдір-бүдір ше анау. Анау киноларда, кухняда жүргендер түсінеді, анау не бар ғой? Стейк етті ұрады ғой, ұшы бір бүдір-бүдір темірмен же балғамен, сол сияқты нәрсе екен. Одан кейін не бар? Одан кейін андай домалақ насадкасы бар екен. Міне. Губка бар, жеңіл тиеді андай. Нормально. И одан кейін мына жерде мынандай бар екен. Пуля оқ сияқты, короче, насадкасы бар екен. Және де зарядкасы. И ең бастысы әрине бізде аппараттың өзі. Ауыр екен кәдімгідей. Кәдімгідей қолға сезіледі, бірақ мына $1 стоит десең бар ғой мен ше. Стоит бақ түгілі ғой, істеп тұр. Арқасын қосасың. Енді бұның тағы не істейсің?
Уж демей ма? Или мынаны салу керек па, иә? Уж демейсің ба? Қайт қосатын? Тұрды, зарядкасы 95. Басқа ешнәрсе жоқ па бұны? Бәсе бұл қалай $1 болып қалды десем? Давай. Йо, анау звук эффекті ғой, пук-пук дегенше. Көрсіңдей ғой бұл? Міне. Таптым. Қараңдар. Бүйтіп қосады екен. Короче, кнопкасын басады кезінде и басып тұрасың. Міне. Короче. Ассалаумалейкум. Короче, мына жерде скоростьны көбейтуге болады. 2, 3. Бүйтіп вообще. Ана приседание, ана әбден жемлеу жаңа отжимание істеп болғаннан кейін ше, ана жерден ауырады ғой, грудактарың ше. Өзің істе вообще. Бірақ енді сапасы сәл төмендеу. Грудакқа сәл қатты, денеңе қатты бассаң істемей қалып отыр да. Енді $1-ға жоқ, қатты басу керек екен. Бой. Өз бірінші жай істеп тұрады екен да. Мен ойлатқан ғой, қатырақ бассаң істемей қалады ма деп ше, сөйтсем қатты басу керек екен міне қарасай. Бой. Чотам ба? Чотам. Короче, істеп тұр. Бәрі керемет. Алдағы уақытта қолданып жатсақ, өзімнің Instagram, не болмаса TikTok парақшаларыма салатын боламын. Сол себептен достар, менің Instagram, TikTok'ыма жазылып қойыңыздар. Алдағы уақытта әр осы заттардың қолданғандарын сіздерге көрсететін боламыз. Және де достар, ең соңғысы ғой, қателеспесем. Ең соңғы затымыз. Одан кейін бізде зат қалмады, короче. Олай болса, мынау бір жеңіл мата сияқты бірдеңе сумка ғой деймін. Мен сумкама алдырған едім, бәсе дорожный сумка, тренировкаға баратын тренажерный сумка ғой. Мынаның ішінде андай бір кармашкасы ма? Или қалай? Мынау не зат? Или андай ұзара ма? Жоқ. Мына шетінен, короче, ұзын бір белер сап қойға болады. Мынағасай. Аяқ киім саласың мынаған. Аяқ киімің отдельно да, неққа киімдеріңді отдельно салынады, көресің ба? Ана аяқ киімің бір-біріне тиіп, иістер жығып, болмаса там шаң болып атпайды. Зор екен, базар жоқ. Андай T60 деген сумкалар. Көргесінде ме, көрмегесінде ме, бұрын соңында. Қытай ғой, Made in China ғой, короче. Міне, алдынан қалташасы бар. Мына заттарын саласың, шампунь, пампунь. Тренировкаға баратын кезде көрсетеміз. Шетінде андай қалташасы бар екен. Мына жаққа. Кілт, браслет, тренировкаға не керек, өз наушнигін сабы лазым, сондай заттар сабы лазым. И ассалаумалейкум. Өз тренировка көп затта керек емес қой, кішігірім сумка жарайды. Оның ішіне главное жаңа тренажерный білек формаңыз аласың, аяқ киіміңіз аласың, шампунь, полотенцеңіз аласың да. Сонымен короче кете бересің ғой. Алда болса сонымен видеода өз мәресіне жетті. Жалпы біздің бүгінгі видеомыздың басты мақсаты $1 алған заттарымыз нешеу? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и шлангымен 11. 11 зат алып бітсе, прикинь, есептеңіз қанша болды? $11 болды ма? Жоқ, достар, негізінде андай нәрседе қазір айтады ғой, біз тема қосымшасы арқылы. Даже достар, тема қосымшасы арқылы кейбір адамдар тегін заттар алып отыр. Реально бар ғой. Оны тегін қалай алуға, мына жерде бір заттар тегін келіп қалды, ана майда-шүйде мелс нәрселер. Оны қалай алу керек, қайт заказ берсек болады дейтіндер жандар үшін, достар, мен өзімнің Instagram және де TikTok парақшаларыма салатын боламын. Сол себептен сол жаққа тіркеліп алыңыздар. Олардың сілтемесін мен описанияда қалдырып кетемін. Менің TikTok, Instagram парақшама тіркелсеңдер, темадан қалай тегін зат алу керектігін көрсететін боламын. Ал достар, бүгінгі біздің видеомыз осындай. Осымен бүгінгі видеомыз аяқталды. Егер сіздерге ұнаған болса, лайктарыңызды аямай басыңыздар, артынан жазыңыздар, комментарий керемет пікірді қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта заттардың қолданыстарымен өз сол жаңағы Instagram сториста, TikTokта қалай қолданып жатқандарын барлығын күнделікті өмірінде көрсететін боламыз. Сол себептен сол жаққа жазылуды ұмытпаңыздар. Ал енді достар, осы керемет көңіл күймен біздермен қоштаспаймыз. Жай ғана келесі кездескенше аман